Қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен паста тағамын жасайтын боламыз. Мен Дана Мырзакулова, каналыма қош келдіңіздер. Паста тағамы үшін бізге не қажет? Осындай, мен именно осы қамырды алдым, яғни бабочки сияқты. Басқа ұзынша, сопақша тәріздісін де алсаңыздар болады. Одан кейін сливки. Сливки міндетті түрде 33% деген қатып қалған заңдылық жоқ. Тамаққа 20% сливкилерді қолдана берсеңіздер болады. Одан кейін тоз бұрыш және де тауықтың төс еті. Міндетті түрде осылай кубик етіп тура баласыздар. Қазір осыны майға қуыратын боламыз. Ал ендеше кеттік. Тауықты қызып тұрған майға саламыз. Пияз қосып жатқан жоқпын, себебі үйдегілер пиязды жақтырмайды. Дәл осы жерде пияз қосып жүрсеңіздер де болады. Енді осыған тұз бен бұрышымызды саламыз. Яғни дәміне қарай. Бөлек ыдысқа міндетті түрде суды қайнатып алыңыздар. Қазір ол пастаға, яғни қамырына қажет. Дәл осыны араластырып қуырамыз. Қамырымызды қайнап тұрған суға саламыз. Міндетті түрде қайнап тұрған суға салыңыздар. Енді қамырларымызды алып, тауыққа саламыздар. Сливкиді құйып, 5-10 минуттай қуырамыз. Және сыр эмирді теркадан өткізіп, ең соңында қосып, бір араластырып жүрем. Пастамыз бізге дайын болды. Қамырымыздың өзін суда бір 3-4 минуттай ғана қайнаттық. Одан кейін, яғни сливки қосқан соң, жақсылап қуырып алдық. Примерно бір 10-15 минуттай. Енді ыдысымызға саламыз. Пастамыз дайын болды. Біз тауық етінен жасадық. Міне, осылай шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеолар көп шыққан қаласаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басыңыздар. Ал ендеше сәттілік. Келесі кездескенше.